сіздермен оңай салат дайындайтын боламыз. Ең бірінші батон нанымызды кубиктап турап ыдысымызға салып алатын боламыз. Оның үстіне паприка және сұйық май құйып, жақсылап араластырып, қызып тұрған табаға қызартып қуырып алатын боламыз. Қыздыртып аламыз пеште. Енді піскен қайнаған тауық филесін осылай ұзынша етіп, видеода көрсетілгенде турап аламыз. Ыдысымызға саламыз. Бізде свежий помидор, оны кубиктап турап аламыз, видеода көрсетілгенде. Ыдысымызға саламыз. Сосын соленый огурцы. Соленый огурцыды екі бөліп ортасынан осылай ұзынша етіп турадым. Сіздерде де солай, или өз қалауыңызша турасаңыздар болады. Үстіне саламыз. Сосын бізде жаңағы батон, қыздырып алған батонымызды үстіне саламыз. Оның үстінен кукуруза, майонезді салып, жақсылап араластырып, әсемдікке өздеріңіз білесіздер, мен чипсы қолдандым. Ыдыстағы формасын ұстап тұратын. Өте дәмді. Осы салатпен үйлесімді. Сіздер де солай жасап көрсеңіздер болады. Солай әдемілеп дастарханға ұсынсаңыздар болады. Мен үйдегі бар заттардан кешегі күннен қалған, ашылып қалған сондай заттардан істей салдым. Үйде не бар, содан жасадым. Оңай әрі өте дәмді салат шығады. Жасап көріңіздер, еңбегімді бағалап кетіңіздер.